Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Арнамызға бүгіннен бастап Луиза Хейдің 21 күнде бақытты болады кітабы салынады. 21 күн ішінде жаттығуларды жасап, өз-өзіңізді жақсы көріп үйренетін боласыз. Бірінші күн. Айнамен жұмыс жасау жаттығулары. Жуынатын бөлмедегі айнаның алдына тұрыңыз немесе отырыңыз. Көзіңізге қараңыз. Терең тыныс алып, келесі аффирмацияны айтыңыз. Мен сені жақсы көргім келеді. Мен шынымен сені жақсы көруді үйренгім келеді. Мұны жасап көрейік және жақсы уақыт өткізейік. Тағы да терең тыныстап айтыңыз. Мен шынымен де сені жақсы көріп үйреніп жатырмын. Мен шынымен де сені жақсы көріп үйреніп жатырмын. Бұл бірінші жаттығу. Білемін, бұл бір түрлі көріну мүмкін, бірақ өтінемін, оны орындаңыз. Терең тыныс алыңыз. Көзіңізге қараңыз. Бұл сөздерді айтқанда атыңызды атаңыз. Мен сені жақсы көруді үйренгім келеді. Және де атыңызды айтасыз. Әр айнаның алдынан өткен сайын өзіңізге қарап, бұл аффирмацияларды қайталауға тырысыңыз. Іштей қайталасаңыз да болады. Алғашында аффирмацияларды қайталау оғаш, ақымақтық болып көрінуі мүмкін. Сіз тіпті ашуланып, немесе айқайлауыңыз да мүмкін. Бәрі дұрыс, шынымен де бәрі дұрыс. Сіз жалғыз емессіз. Есіңізде болсын, мен әрқашан жаныңыздамын. Ертең жаңа күн басталады, және бәрі өзгеруі мүмкін. Бірінші күніңіз жазбаша жаттығулар. Айнамен таңғы жаттығуды аяқтаған соң, өз сезіміңізбен не байқағаныңыз жайлы жазыңыз. Өзіңізді ақымақ күйде сезіндіңіз бе, ашуландыңыз ба, немесе көңіл күйіңіз түсті ме? Айна жаттығуларынан соң 6 сағат өткен соң қайта жазыңыз. Күн ішінде ойыңыз бен іс-әрекеттеріңіз, байқаған өзгерісті жазыңыз. Оңайырақ болды ма, әлде бұрынғыдай қиын деп санайсыз ба? Ұйықтар алдында айна жаттығулары туралы не білдіңіз, соны жазыңыз. Бірінші күннің ойы. Мен ашықпын және қабылдаймын. Біз өмірімізге жақсылықты шақыру үшін айнамен жұмыс жасаймыз. Бірақ біз сол жақсылықтарға лайықты емеспін деп ойласақ, онда айнаға қарап айтылған сөздерге сенбейміз. Жаттығуды бастаған деңгейден өспей қалып қоямыз. Айнамен жаттығуымыз дұрыс болмай қалады. Негізінде шындық мынада. Айнамен жұмыс жасаған кезде бірдеңе дұрыс болмай жатыр-ау деген сезім, айнамен аффирмацияларға қатысы жоқ. Өмірдің бізге берер жақсылығына лайықты емеспін деген сезім бұл жерде үлкен проблема болып табылады. Егер сізде мен жақсылықтарға лайықты емеспін, мен бақытты болуға лайықты емеспін деп іштей ойласаңыз, онда жүрегіңізге баратын мына аффирмацияны қайталаңыз. Мен ашықпын және қабылдаймын. Мен ашықпын және қабылдаймын. Бірінші күннің медитациясы. Өзіңді жақсы көр. Әрбіріміз өзімізді қатты жақсы көре алатын қасиетке иеміз. Әрбіріміз сүйікті болуға, жақсы өмір сүруге, деніміз сау болуға және дамуға лайықтымыз. Демек біз әлем бізге сыйлайтын барлық сыйлықтарға лайықтымыз. Өзіңізге махаббатпен қоршалған адам сияқты қараңыз. Өзіңізді бақытты, дені сау және маңызды адам ретінде қараңыз. Өмірді қалай көргіңіз келеді? Бірде-бір нәрсені жібермей елестетіңіз. Сіз бұған лайықтысыз. Жүрегіңізден сүйіспеншілік шашылсын. Сіздің денеңізге таралып, сыртқа шашылсын. Жақсы көретін адамдарыңызды екі жағыңызда отыр деп елестетіңіз. Ең алдымен сол жағыңыздағы адамдарға махаббат нұры барсын. Оларға жұбаныш сезімі барсын. Оларды сүйіспеншілікке бөлеп, оларға жақсылық тілеңіз. Содан соң жүрегіңіздегі махаббат сезімі оң жағыңыздағы адамдарға барсын. Оларға емдік энергия, махаббат
бейбітшілік және жарық береміз. Махаббат емдік күші бар қасиет. Махаббатпен барлық адамдармен бөлісе аласыз. Ойша кездескен барлық адамдармен бөлісуге тырысыңыз. Адамдарды жақсы көріңіз. Планетамызды жақсы көріңіз. Тыңдармандар, бірінші күніміз бітті. Осында көрсетілген жаттығулар, медитацияны орындап, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.